Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге нәрестенің басындағы сары сүтті қабыршақтар туралы айтатын боламын. Нәрестенің басындағы сары сүтті қабыршақтар немесе қайысқақ, олар баланың басында, құлағының айналасында және қасында болады. Бұл сибарейный дерматит деп аталады. Сибарейный дерматит баланың мазасын алмайды, қышымайды, ауырмайды және жұқпайды. Сондықтан да сибарейный дерматит бала үшін қауіпсіз болып табылады. Сибарейный дерматит баланың 2-3 апталығында пайда болып, көбіне 3-4 айға жақындаған кезде өздігінен кетеді. Бала үшін дискомфорт туғызбайды, бірақ бұл аналар үшін дискомфорт туғызуы мүмкін. Сондықтан да сибарейный дерматит кезде баланың басына түнде арнайы балаларға арналған майды жағып, және де мақтадан жасалған шапка кигізіп, бір түнге қалдырып, таңертең балаларға арналған сусабымен жуып тастауға болады. Немесе арнайы сибарейный дерматитке арналған шампуньдарды, бейби, мустелла деген сияқты шампуньдарды қолдансаңыз болады. Мысалы, мустелланың кремін түнемеге жағып қойып, таңертең осы мустелланың сусабынымен жусаңыз, баланың басы тап-таза болады. Егер видеом пайдалы болған болса, достарыңызбен бөлісіп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз.